достар, біздер бүгін Шымбұлаққа жол тарттық. Бұл біздің қыдырысымыздың екінші күні. Кеше достарымызбен біз Жетісудың Інжу маржаны Көлсайда болып қайттық. Бүгінгі бағытымыз Шымбұлақ тау-шаңғы курорты. Оған бару үшін Медеуге дейін келдік. Одан кейін біз төменгі станциядан Шымбұлаққа билет алдық. Үлкен адамға барып келу билет құны 6000 теңге. Біз аспалы жолды таңдаған себебіміз Медеу менен Шымбұлақтың арасы 4,5 километр, аспалы жол менен 15 минутта жеткізетінін білдік. Сондай-ақ Іле Алатауының табиғатын жоғарыдан тамашалағымыз келді. Мінекей Медеу төменде қалып бара жатыр, сондай-ақ асфальт жолды да көруге болады. Шымбұлаққа дейін тек қана аспалы жолмен емес, жаяу баруға да болады, автобуспен баруға да болады, такси жалдап та өз машиналарыңызбен де баруға болады. Тамаша табиғат көздің жауын алады. Қарағай, шырша, қайыңдар жап-жасыл болып тұр. Себебі біз маусым айында келіп тұрмыз. Әдемі үйлерді көріп, біз Шымбұлаққа да жеттік. Шымбұлаққа келді. Шымбұлақ теңіз деңгейінен 2260 метр биіктікте. Іле Алатауы жан-жағынан қоршап тұр. Айнала жап-жасыл, әдемі. Инфраструктурада жақсы дамыған сияқты. Айналада ресторандар бар, қонақ үйлер бар. Сондай-ақ жоғарғыда шаңғы менен зырғанау үшін ашық канаттылар, жабық канаттылар жұмыс істеп жатыр. Адамдардың қарасы қалың. Жоғарғы комби 1, комби 2 кетіп баратқан адамдар да көп. Біз достарымызбенен Керей мен Жәнібек хандар көшесінің бойын бойлап жоғарғы қарай шығуды, сол жаққа барып демалуды шештік. Біздің қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек бабаларымыздың көше атауын осы биік жерге бергеніне бек риза болдық. Көше менен жоғарғы қарай өрлеп, тамаша табиғаттың куәсі болдық. Осы көшенің ар жағындағы табиғаттың аса сұлулығы бізді тәнті етті. Жап-жасыл, мәңгі өлмейтін, жап-жасыл болып тұратын қарағай менен шырша, Іле Алатауы көздің жауын алады. Жолда табиғатты тамашалау менен бірге фотоға түстік, әңгімелестік, сырластық, саф ауаның, таза жұпар ауаны жұттық. Мынау Керей менен Жәнібек хандар көшесінің бойындағы ертегідегідей әдемі әсем үйлердің көпшілігі қонақ үйлер екен. Міне Алматыда тез жиі жаңбыр жауады, күн бұлттанды, жаңбыр жауайын деп тұр. Міне жаңбыр да басталды. Демалыс күні болғандықтан адам қарасы өте көп. Біздер тамақтану үшін кафеге қарай келе жатырмыз. Мына жерде комби 1, комби 2-ге, яғни тауға бару үшін, сол жерлерде шаңғымен зырғанау үшін адамдар кезекте тұр. Тамақтану үшін ішке тамақтануға да болады. Таза ауаны, табиғатты тамашалап отырып сыртқа тамақтануға да болады. Біздер сыртқа тамақтандық. Тамақтану бағалары әрқалай, қолжетімдісі де бар, қымбаттары да баршылық. Үйден тамақ әкелуге болады. Біз тамақтанып алып, төменге түстік. Ендігі бағытымыз біздің Медеуге қайтамыз. Достар, мен сіздерге көптеген ақпараттар айттым. Жақсы мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Мен сіздермен басқа жаңалықтарды да бөлісетін боламын.